Алматы облысы Райымбек ауданында орналасқан Шарын шатқалы Қазақстанның көрікті жерлерінің бірі. Шарын шатқалы табиғатының әсемдігі мен көз тартар ерекше сұлулығымен белгілі. Сәлем достар, пайдалы ақпарат арнасына қош келдіңіздер. Шарын шатқалында биіктігі 150-300 метрге дейін жететін Қамалдар аңғары, Жалмауыз кемпір шатқалы және тағы басқа құмды жарлар бар. Жергілікті халық шатқалды Қорғанды Қамалдар аңғары деп атайды. Аңғар ұзындығы шамамен 2 шақырым. Ені 20-80 метрге дейін барады. Шатқалдан ежелгі суретшілердің төл туындыларын көруге болады. Жабайы аңдардың бейнесі арқылы бұл аймақта палеолит дәуіріндегі құс жануарлардың мекендегенін аңғаруға болады. Сондай-ақ аңшылық пен саятшылық кәсіптердің болғаны нақты айқындалған. Шатқал бойымен ағатын Шарын өзені Алатаудан бастау алып Іле өзеніне құяр жолында жалаңаш үстіртін кеседі. Шарын өзеніне кіші өзендер келіп құяды. Өзен ағысы секундына 10-12 шақырымға жетеді. Бұл ағыс рефтинг спортына жарамды. Өзеннің арнасының кеңдігі 35-40 метрге дейін жетеді. Шарын шатқалының аумағына өзенмен бірге шетен тоғай енеді. Тоғай негізі Соғдиян шетенінен құралған. Әлем бойынша мұндай тоғайлар екі жерде ғана бар. Бірі Қазақстанда шетен тоғайы сақталса, бірі Солтүстік Америкада ғана сақталып қалған. 1964 жылы шетен тоғайы табиғат ескерткіші деп жарияланды. Шарын шатқалының табиғаты жануарлар мен өсімдіктерге бай. Бұл жақта ұя басатын құстардың 103, бауыры мен жорғалаушылардың 25, сүтқоректілердің 62 түрі мекендейді. Шатқалда өсетін 1500 өсімдіктің 17 түрі Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енген.